Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет болып шығатын сорпаның түрі пельмен сорпаның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда сорпаның қасында тұрған чесночный хлебтің де рецепті шықты. Қарап көріңіздер. Сорпамен керемет дәм болады. Алдымен қамырымызды жасап қоямыз. Ол үшін жылы суымызға жұмыртқамызды, тұзымызды саламыз және қамыр жұмсақ болу үшін кішкене сұйық май қосамыз. Енді өзара жақсылап араластырып, ұнымызды қосып илейтін боламыз. Барлық қоспаның мөлшері видеоның астында описанияда жазып қоямын. Мінеки қамырымды иледім. Енді 15-20 минутқа бетін жауып, тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде тартылған сиыр еті, оның үстіне ұсақтап біз пиязды турайтын боламыз. Және дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Салмамыз дайын, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді жаңа қамырымызды алып, осылай біртіндеп бөлікке бөліп, қолымызбен кішкене жіңішкертсек болғаны. Осылай қамырымыз біркелкі болғанша қолымызбен ретке келтіреміз және кішкене бір 5 мм-дай етіп бөлікке бөліп шығамыз. Енді осы қамырды жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Бұл қамырды жаюдың бірінші түрі, екінші түрі, егерде осы бір зуалақ қамырды үлкен етіп жайып, одан кейін 4 бұрыштеп майдалап турап, олай да бүксеңіздер болады. Мынау маған оңайырақ тәсілі болды, өйткені үлкен оқтауды алып жайып жатпайсыз біріншіден, екіншіден үлкен жер керек емес, кішкене ғана жерді алып, біртіндеп қана қамырыңызды жайып алып, бүге бересіз. Міне жаңағы домалақтарымызға керегінше бір қасықтай салмамызды салып, шетін жақсылап жабыстырып қолмен, одан кейін екі ұшын бекітеміз. Пельменнің қамырын осылай жайып көріңіз. Бастапқыда уақытыңызды алу мүмкін. Біраздан соң қолыңыз үйренгеннен кейін өзіңіз-ақ жылдам жасап тастайсыз. Енді суымызды қайнатып, бір қасық тұз салдым және қара бұрыш септім. Өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай сеппей қойсаңыздар да болады, бірақ тұзын саласыз. Және лавр жапырағы болса, сала кетсеңіздер болады. Менде үйде болмағандықтан салған жоқпын. Және сорпаға мен картоп салғанды ұнатам. Картопты ашып, бұл жерде турап, су қайнаған кезде салып жібердім. Одан кейін пельмендерімізді салып, бір 13-15 минуттай суда ұстасақ, өзі пісіп қалды. Және мен болгарский перецін қосқан болатынмын, ол дәміне қарай, өз еріктеріңіз. Мінеки сорпамыз дайын болды. Үстіне өз қалауларыңыз бойынша укроп және сметана, айран қосып ішсеңіздер керемет болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар!